сыр елінде республиканың біліктілікті арттыру институтының басшылары білім саласындағы өзекті мәселелерді талқылау үшін бас қосты. Қызылорда қаласында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында инновациялық білім беру технологияларының педагогтың кәсіби өсуіндегі рөлі атты облыстық семинар өтті. Бұл шара педагогтың кәсіби өсуінде инновациялық білім беру технологияларының мәні мен маңызын ашу, білім беру жүйесінің қазіргі заманғы тенденциялар мен келешегін талқылау, білім беру мекемелері педагогтерінің инновациялық технологияларды қолданудағы отандық тәжірибелерін тарату мәселелері бойынша пікірталас алаңын құру мақсатында ұйымдастырылды. Семинар жұмысына өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының акционерлік қоғамының басқарма төрайымы, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі, педагогика ғылымдарының докторы профессор Ахметова Гүлназ Кенжетайқызы модераторлық жасап, барлық институт филиалдарының басшылары мен қызметкерлерінің жұмысына сәттілік тіледі. Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаты, саяси ғылымдар докторы профессор Мұрат Бақтиярұлы да бүгінгі білім саласындағы ауқымды мәселелер төңірегінде сөз қозғады. Семинарға қатысушылар мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамытудағы деңгейлік бағдарламалар мен балаларды ерте жастан дамытудағы Монтессори технологиясын енгізуде нақты жүргізіліп жатқан тәжірибелік жұмыстармен танысты. Сонымен қатар жаңартылған білім беру мазмұны аясында ағылшын тілін оқыту, үш тілділік білім берудегі білім инновация мектептерінің іс тәжірибесі ортаға салынды. Оқыту үрдісінде смарт технологиясын қолдану жолдары, дуальды оқыту және жоғары оқу орындарында интербелсенді оқыту әдістемелерін қолдану жайы да семинар жұмысының өзекті тақырыптарының арқауы болды. Қонақтар сыр елінің ең киелі орны Қорқыт Ата кесенесіне барып тағзым етті. Тарихы терең, тағылымы мол кесененің мемлекет руханиятында алар орны ерекше. Осындай тарихы тылсым терең сырға толы, елдің қонақ жайлылығы, ұлттық салт дәстүрді сақтауы, емен жарқын ашықтығы қонақтарға жақсы әсер қалдырды. Институт басшыларының пікірталас алаңына айналған семинар жоғары деңгейде өтті. Шараны ұйымдастырушы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының басқармасына, Қызылорда қаласының біліктілікті арттыру институтының ұжымына алғысымыз шексіз.